жору жайлы мен көп айттым, әлі де айта беретін тақырып сияқты. Бір нәрсені біліп алайық, түс жору мен ақындық өнер, яғни өлең жазу, мидың өнері, логика. Ал енді осы ақын деген дипломды ешкім бірде бір оқу орны бермейді. Олар журналист мамандығын оқиды. Ал енді түс жорушыға келер болсақ, оған барлық оқу орны келе береді. Техникалық университет, аспаздық, колледж, ислам тану орталығы болсын, бәрі келе береді. Неге? Себебі түс жоруда маңыздысы мамандық емес, маңыздысы адам, жорушы. Бұл таным. Ізденісте жүрген адамға түс жору оңай болады. Кітаптан, Гуглдан түс жоруға болмайтыны жайлы айтып кеткенмін. Қызық болса комментарийге қызық деп жазсаңыз, мен түсті қалай жоримын. Біріншіден, маған түс айтатын кезде қойған сұрақтарыма жауап беруге дайын болыңыз. Ешкімге айтпай жүрген құпияңды да сұрап алу мүмкін. Екіншіден, басқалар сияқты болашақта бай боласың, 5 ұлың болады, балаң бастық болады деп айтпаймын. Сіз маған түс айтқан кезде не мазалап тұр, бұл түсті жортуға не себеп болды, тағдырдағы сәтсіздікке кім кінәлі деген сұрақтарға жауап етіп жоримын. Қысқаша менің жоруым мына мәселелерді қамтиды. Ішкі жан дүние ретсіздігінен проблемалар көп немесе шешілмей жүр. Денсаулықта ақау болғаннан түс көресіз, ара қатынас, ақша, жұмыс, отбасы, қайсында қиындықтар бар, шешімі көрген яки жорытқан түсіңізге болады. Ақиреттік ескерту түстер. Ескерте кететін нәрсе, кейде түс жоруым мен сіздің өміріңіз сәйкес келмеу мүмкін. Оның себебі түс жоруға сенбеу яки біреуге жорытқан түсті қайтадан маған жорту.